Сәлеметсіздер ме? Сезім сыры атты каналдың құрметті тыңдаушылары. Менің арнама қош келдіңіздер. Егер де қызықты оқиғалар мен әңгімелерді жіберіп алмас үшін, онда ең алдымен каналға тіркеле кетіңіздер. Көп рахмет. Көктемнің сыбылыңқы сұрқай күндерінің бірінде көршідегі қаудыр атайдың көптен қаңырап бос тұрған қоржын тамының алды абыр-сабыр болды да қалды. Тіркемесіне сықастыра жүк тиеп алған әлде қандай көк трактор тыр-тырлап, сай қабағына әрең деп ілігіп, сол бойда төбеге ұрғандай тоқтап тынды. Бітті, әкеңнің гөрі, моторы тартпайды. Жүкті осында түсірем. Екі иығына екі кісі мінгендей, еңгезердей жігіт қарадай түңіліп, жерге шырт түкірді. Іле қорбаңдап, қорап үстіне шықты. Буылған теңдерді ерсілі-қарсылы лақтыра бастады. Ей, қайнымау, байқа, анауыңсының ішінде сынатын зат бар, деп шыр-пыр болып төмендегі етжеңділеу әйел тап бір трактордың астына түсердей. Он не қылған зат, маған деп жытырған бөтелкең болмасын. Бөтелкесі несі? Шер атау кереңді құлқыныңа сәріде-ақ құйып алған жоқпысың түге. Осылай деп киіп-пісіп, күйбеңдеумен жүрген томашадай әйел біз жақындағанда барып, бірақ еңсесін тіктеді. Үйбе, қатпамысың? Аман-сау бармысыңдар? Қоныс жайлы болсын абысын? Айтқаның келсін, мынауың кім? Жарғымай, қайнағаның көзі, келші бері. Мені өзіне қарай икемдеп, бауырына басып, маңдайымнан жеңіл ғана өпті де, қолыма кем камзолының қалтасынан шығарып, бармақ басындай сықпа құрт ұстатты. Бұдан ары ісі-місі болмай, әлгі апай апаммен шүйіркелесіп кеткен. Әлден уақытта қораптағы жүкті түгел түсіріп, үсті басын қағып, еңгезердей ағай тракторына бет алды. Кім атың қалай еді? Есіме түспеуін, көп жасағыр сірә, әлгі сөзмен неғып өкпеледің бе? Шай ішіп кетсеңші. Ойбай, шай ішуді айтады ғой бұлар. Науқанның күйіп тұрғаны мынау. Бірақ бұларға айттың не, айтпадың не бәрі бір. Мұрттағай қолын сермей сілкіп, кәбіңкесіне кептеле кіріп, статерін қуалай бастады. Аздан соң көк трактор сай табанына түсіп қайқаңдай тартты. Ауа райы мана таңертеңгіліктен бері бұзылыңқырап тұрғандай еді. Бір өңкей сұрқай бұлттар тұмшап күн көзі де көрінбейді. Жауын тамшысы бір жар уақыт сараң ғана себездеп тұрды. Тұрды да әлден уақытта сатыр-сұтыр құйып берді. Оразжан, қайда кетті бұлар? Етжеңділеу әйел апаммен әңгімесін екіштілау қайырып, азынаған суық тамның ауызғы сенегіне ұмтылды. Сөйтсек көшпен келген апай ғана емес, мұнда бірі көп болса 5-6 жастардағы шойындай қара қызды естиярлау әпкесі оны-мұны әңгімелерді айтып, алдар қатуда екен. Қара қыз шешесін көрген бойда бода-бодасы шыға жылап берді. Ой, жылауық, өзінің бетін тырнауық, қоймайды ғотыпты, деп ересек қыз секіре билеп, мазақ өлеңін нәшіне келтіре айтқаны сонша, әлгі қара одан бетер ызалана долданып кетті. Ораз, қойшы осыныңды. Жаңа қоныстанушылар бүгіндікке біздің үйге түнеп шығатын болды. Мана біз әзірде үсті басы малмаңдай су болғанына қорынып, ызбайлана жылаумен болған кішкене сіңілісін жұбатып, тыныштандырып, осы үйдің үлкен қызының да көңілі жайланды. Көп болса менен бірер жас қана үлкен, қолынан тастамай жүрген кітабын етпеттей жатып оқуға кірісті. Осының өзі шынымен-ақ анадай қалың кітапты шекілдеукше шағатын болғаныма. Бір жағы қызығып, бір жағы қызғанып та тұрмын. Біздің үйдегі бар жоғы бірақ кітап. Қалта кітап, қыз жібек деген. Әрине оның мұқабасы мұныкінен қалың әрі көркем. Енді байқадым, қыздың тура маңдайы тұсында тарыдай қарақ қошқыл меңі бар. Аққұба жүзі ашық, тартымды екен. Менің өзіне бұлайша тесіле қарауымда нендей гәп бәрін білгісі келді ме, ол ақырын ғана кітабын жауып, езуіне күлкі үйірді.
жымиғанда тіпті әдемі болып кетеді екен. Сенің атың кім? Барақ. Ал сенің ше? Мен Орзамын. Ал менің мына сен секілді інім бар. Қазір ол алыста, нағашыларымыздың қолында тұрады. Ол мұнда келмей ме? Неге келмесін? Жасшыға апам сонда барады. Берсе қолынан, бермесе жолынан тартып алады. Көрде тұр. Өйткені ол біздің үйдің баласы. Орза сөйтті де әлде біреулерге ашуланғандай қабағын шытынды. Апасы барса да бермейтіні қалай? Біздің апамыз өліп қалған. Орза кенет сөзден тыйылып төмен қарап жанарын жерге салды. Маған ол енді болмаса жылап жіберетіндей көрінді. Жұбатқым келді ме, оның сөзінің түгіне түсініп тұрмасам да, менің атам да былтыр есегіне мінгізіп мені Көктөбенің базарына алып барған. Бостон шалбар, ақ жейде алып берді. Енді жоқ. Біреуді жұбатып нем бар еді. Енді өзімде жылап жіберуге шақ қалып тұрмын. Өйтсем, қыз алдында ұятты. Дес бергенде одан әрі әңгімеміз қиюласа да қоймады. Үй іргесіндегі сайдан естілген судың арсы-күрсі күрілі көңілімізді бөле берген. Ерген қардың суы ма, әлде бас құлақтан қашқан су ма екен? Оны енді ерте жарықта көрмесек, көзге түртсе көргісіз шырттай қараңғыда қайдан білейік? Абырой болғанда ортаңғы үйдегілер біздің әңгімеміздің бірін де естіген жоқ. Өйткені көптен көріспегендіктен олардың да айтар сырлары бір таңға жетерліктей тұғын. Апам қолындағы 10-дық шамның білтесін бір басып, бір көтеріп, «Қайным, Үркімбай деуге аузы бармайды. Қайным қайда жүр?» деп абыржи тіл қатқан. Ол жылқысына кеткен. Сонда түней салады ол сығыр. Бибапа немкеттілеу сөзін сабақтап отыр. Әне-міне түн болып кеткен. Аспан қақырап түсердей әлсін әлі жалт ойнайды. Ақ жауын еселей түсті. Апам бізді кешкі асқа шақырды. Білте шамның әлсіз жарығы астында 5-1 жан үбір-шүбір болып асқа отыра бастадық. Ертесіне сайға шүпілдей толған суды көрдік. Орза, сол да есім болып па, мен оны Меңді қыз деп атайтын едім. Бибапа және мен болып сайдың арғы бетіндегі көптен қаңырап бос тұрған қоржын тамға кешегі қалың кигізбен бастырылған ауыр теңдерді әрең деп жеткіздік. Өңірейіп үрейіңді алып тұрар әлгі үй мұржасынан түтіні шыққан соң тіпті жылы шырап кетті. Бір қаға берісте Меңді қызды жеңінен тартып тоқтаттым. Әлден ақ ак жібітіп, үй ақтауға кіріскен ол, неде болса тезірек айтсай деп тықыршыды. Ініңнің есімі кім еді? Қабыш. Меңді қыз өтірік айтпайды. Жазғы салым Қабышқа Бибапаның өзі барады. Енді менің күн саналап жазды мейлінше жақындатқымақ келеді. Тезірек жаз шықса, Қабыш келсе деймін. Көптен күткен ол күнде келіп жетті ақыры. Қабыш өгей шешесімен ілесіп келді. Әкесінің үйіне, шыр етіп алғаш дүниеге келген үйіне. Бірақ шаранасы кеппей жатып ақ, нағашылары алып кетіп, сонда өсіп бие жеткен соң, мұның қайсы бірін білерсін ол. Дегенмен өзімен кіндігі алғаш кесілген жермен арада бір үзілмей байланыс барын әлде бір түйсікпен сезем екен, әдепкіде арқаланып көңілі де жайланғандай бір қуаңқы күйде жүрді ол. Бізді көзіне де ілмей, әстемсіп көбіне бөлектене беретін, үрген шардай топ толық өзі. Қылығы жақпай қалған қайсы бір қалқан құлақтарды әш-пұшқа келтірмей, аяғын көктен бірақ келтіріп шаңқап тұрады. 2-3 бірдей жабылсақ та, Қабыш әл бере қоймайды. Үшеумізден дем сәтте бір үйіндік жасап, ұмар-жұмар қылады. Ер шекспей, бекскен бе, әбден үйренісіп алғаннан кейін оны командир деп атап кеттік. Біздің Таскескен ауылы құмның дәл етегінде. Талас өзені ауылымыздың іргесінен өтеді. Оның бір ағысты саласы көк өзек қол созымдай ғана жерде. Екі беті жып жылмағай, қалың қау әріректе барып бірақ басталады.
Сала мен өзеннің қиылысынан бермен қарайғы жер түбек шөп шабыны басталмас бұрын есепші Әнуар ағай саржыңдап кеп жіберген. Сол ұзақты күн есебіне бір жете алмай қойған кең байтақ қолтық осы қазір ерекше сән салтанатты. Бидайығы бой тасалайды. Бей-жай тыныштықты молда торғы шырылы ғана шайқайды. Айтқандайын тура маңдай алдына қызыл жалау қадаған көк трактор қайып назар ғой түнеу күнгі көші қоңда көрген. Үшінші тәулікке қарады қалыңнан малтығып шыға алмай жүр. Жақсы болды, биылда бір мая тұрғызып алатын болдым, деп қопаң етеді. Жалғыз солма ауылдың үлкен күшісі түгел қолына айыр алып сонда жүр. Осы кеше біз мектептен сөмкеміздің құр өзін сүйретіп қайтқамыз. Кітаптарымызды түз түгел кітапханаға тізімдеп өткіздік. Бізге енді керек емес. Іні қарындастарымыз-ақ қарық болсын. Біз ғой келесі жылы одан анағұрлым көп кітап оқитын боламыз. Мектепке барғалы бақандай 5 жыл. Сөмке бәз баяғы қалпында. Тіпті тысына сия тамса не қыл дейсің, әлі де ұстай тұруға болар еді. Әттең, келер жылы күрт көбейгелі тұрған оқулықтардың тақиясына тар келетіні болмаса. Осыдан кейін лаж жоқ, сөмкеміз әліпті таяқ деп білмейтін қаспақ мұрындардың қолында кете барады. Содан ақ тер көк тер ойынмен жүргенімізде май қолын күртешесіне сүйкей салып, осы қайып екен келе қалсын. Қанеке, қайсың орнына ойнайын? Сөзге келген жоқ. Әлтай лып етіп орын босата қойды. Сөйтсек, қайып назар дегенің мынау деген атқыш шебер ішіндегі асықтың бөрі тигендей ту талақайын шығарғаны. Әлтайымыз да аузы мұрнынан шыққан асық қалтасын ышқырына жасырып бір шетке ығыса берген. Көке, қаншайым келе жатыр деп сыбыр етті. Оны бірақ құлағына іліп жатқан қайып назар жоқ. Айтақыр бетіндегі жердің жігіндей тізіле қаздия қалған кенейлерді және бір бөрліктірмекке қам жасап жүріп қапыда қалды. Бұл кезде ханшайымның қолындағы сол қылдақ шыбық шып етіп тілерсегіне оралып еді. Өйбей, ұяттағы қатын көріп қойды. Сөйтті де тұра кеп қашсын. Ханшайым жон арқасынан шыбықпен шықпырта осып өкшелей түсті. Артынша екеуінің сылқ-сылқ күлісіп, мәре-сәре болып жатқанын үй артындағы бау ішінен естідік. Әлтайымыз қарағайдан қиып салған әулі шартақтан асыла қарап, жылтыңдап жетісіп қалды. Әнен қара, екеуі қуыспақ ойнап жүр. Көкем де әбжіл екен, талша белінен орай қысып, ханшайымды Қайыпжан қойшынды, 40-қа келсеңде өстіп арсалауыңды қоймайды екенсің деген ханшайымның қыстығыңқы үні талып жетті құлағымызға. Бұл кешегі күннің оқиғасы ғой. Ал бүгін асықты не етеміз? Ақжарға бармақпыз. Балық дегенің сонда көрінеді. Әлгінде орнымнан тұрған бетте мұздай сумен жуынып шайынғанымызды, тіпті тастай құдық суының бір кесесін шімірікпей сіміріп салғанымды көрген апам шыж-быж болған. О несі? Шәугімде суысып тұреді ғой. Сөйтіп жүріп, әнгеніңді қоздырып алсаң, айтпады деме? Па шіркін, сондайлық әлжуаз бала мен бекен. Осыдан көре қал. Күзге салым бұл барақтан мынау деген спортшы шықпаса бар ма? Атымды басқа қой. Тұп-тура Суворовшы шынығамын. Оқушым ақыры шеті шыққан соң бұл сырды несіне бүгіп қалайын. Каникулдың алғашқы күнінен бастап денемді біртіндеп суық суға үйретпекпін. Бұл әдетімді мектепке барғансында тастамаймын. Тіпті қыстада. Сосыңғы жерде бұл барағыңыз морж болмағанымен де содан бірде кем түспес. Бүгін уәде бойынша шай да ішпейміз. Одан да уақыт оттырмай Ақжарға жетейік. Ыстық болса да балық сорпасын сораптағанымыз көп жақсы. Алашадан тоқылған мына қапшықта құдай-ау не жоқ.
Күйеліш шәугім, құлағы сынған ескі қазан, тағы сондай кәкір шүкірің жетерлік. Үйме үй тентіреп жүріп, тірнектеп жинағанымыз. Ақжардың тайыздау тұсы кез болса, тіпті ау тартпаққа да уағда жасасқанбыз. Көзімізді тырнап ашқаннан, бүгіндікке есіл дертіміз осылай қарай аудыда тұрды. Бірақ бас аяғымыз жиналып болғанша, күнде түске тармасып қалғанды. Уәденің аты уәде. Міне, 2-3 сағат болды, артынып-тартынып жолға шыққанымызға. Таластың бойымен ұбап-шұбап, тура әскердегідей суыт жүріп келеміз. Осылай жүре берсек, алдымыздан бұзылған там, ескі диірменнің істен шыққан елек тасы кез болады. Ақжар сол, Әлтай солай деген. Қазір де бас-басымызға бір-бір қап балықтан үлестіріп беретіндей, өзіне өзі сенімді кейіпте, бізден оқ бойы алда ірі адымдап барады. «Әй, мынаны қараңдар!» Кенет Қабыш тоқтай қалып, аяғы астынан әлде-недей ауыр затты көтеріп алды. Аударып, төңкеріп қарап тұр. Сөйтсек, қыш құмыра, ернеуі сәл кетілгені болмаса бүп-бүтін. Сол ма?» деп қолын сермеді Әлтай. Оның несі таңсық? Осы маңда ондайдан аяқ алып жүре алмайсың. Сонда бұл жерде көшпенділер мекендеген болды ғой. Бұл жерде әлі қазына бар, деп қостым мен. Дәнеңе де жоқ, деп қасарды Әлтай. Не бар екенін мен білем. Я білгіш, сеніңше бұл төңіректің шешілмеген жұмбағы көп болды ғой. Не жұмбақ ол? Жын шайтан, білдің бе, жын шайтан. Түнде жүрдің бар ғой, шүйбөрі шулап, байғыз сұңқылдайды. Жалғыз жүрме, пері соғып кетеді. Әкем солай деген. Әлтай тағы нелерді айтқан еді. Я, бұл жер киелі. Зауқайым маңайлаған малды жұтып қояды. Ана бір жылы түгенше дейтіннің аты осылай қарай келіп, ізім қайым жоғалған. Қариялар айтыпты, бұл тұсқа жібермеу керек еді. Енді жоқ, оны алхаптың киесі ұрған. Жер аты Тоқай бұққан аталады. Әлтайдың айтқаны дұрыста шығар. Дәл қазір оған пәлен деп дау айтарлық шама жоқ бізде. Аяғымызды әрең алып келеміз. Ақжарға да жеттік-ау. Қабымызды, қазан ошағымызды, басқа да бау шуымызды түгел жерге қойып, аз кем дем бастық. Сосын құрғақ бұта қу тезек жиып кеп от жақтық, мосы құрдық. Бұл жылынудың қарекеті емес, балық сорпақ қайнатуға қам жасаған түріміз. Әйтпесе әбден биіктеп көтеріліп алған күн жарықтық, шақырайып, онсыз да шекені қыздыруымен тұр. Бәріміз от басына жиналдық. Балық аулар алдындағы келісі мынадай. Бір-бірімізді қанша жерден түлен түртсе де айқайлап шақырмаймыз. Бұл бір. Суға шомылғымыз келсе, әлі де уақыт бар. Бұл өзі екінші кезекке қойылған мәселе. Екіме, ірілі уақыты балық түгел бөліске түседі. Бұл үш. Мәселенің басын ашып алғаннан кейінгі жерде не тұрыс. Сөзден іске көштік. Жалпақ айдынның тұс-тұсынан қармақ лақтырысып, талтайып тұра-тұра қалыстық. Содан әлі тұрмыз. Айтпақшы, Алдаш қол басындай ғана тыран ұстаған еді. Онысы әлден уақытта қолдан домбаздай салған кішкене топсада қарны қампайып тұрайып жатты. Көп өтпей күн шекені шын-ақ қыздыра бастаған. Біз келіскендей бір-бір қағаз қалпақ жасап киіп алыстық. Күн ыстығы енді қауіпті емес. Алайда қармағымызды балық қабуы былай тұрсын, ең айдында ерсілі-қарсылы жүзген пақырларың мына төбемізде салбырап тұрған не нәрсе өзі деп мән беріп мойында бұрмайтын секілді. Шамасы әлгі тыраннан өзгесі жоғары өрлеп кетті-ау. Уәденің аты уәде. Тұп-тура 4 сағат бойы тіс жарып жақ ашпадық. Көзіміз жылтырап, қалтқыны аңдып тұрғанымыз сол. Ендігі жерде балықтан қайран жоғын ішіміз сезіп, өзімізде түңіле бастағанбыз. Келісімді алғаш бұзған Қабыш болды. «Ей!» деп айқайлады ол. «Қарным ашты. Ақжарың өзіңе, Әлтай!» сөйтті де іле қармақ бауын жинай бастады. Іштері пісіп, әбден-ақ
зергісіп тұр екен. Оны өзгелер де қостап, өзен жағасы бір демде-ақ ызы-қиқы шуға толып кетті. Өзгермеген жалғыз Әлтай ғана. Бізге ерекскендей алабұға ақбалық қармағымды қапбалық дейді де, қармағының ұшына бірер түкіріп жіберіп, шиыра құлаштап лақтырады кеп. Онысы айдын ортасына шаншыла құлаған бетте ағыс алып қашып, қалтқысы жағаға қайырыла үйіріле берді. Осы тұста ғой, қарны ашқан балалардың ызы-қиқы шуы оның да құлағына жеткені. Қап, деді Әлтай соны естіп. Енді балық түспейді. Осыларды қайдан ғана ертіп келе қойып едім. Әй, өңкей шуылдақ келісімді бұзғандарың не? Өзі бізге шынақ ренжіп қалыпты. Сендер мен енді Ақжарға келмейді екенмін. Сендер ақ аз-кем қиындыққа шыдамайды екенсіңдер. Я, сен шыдайды деген. Әлтай енді Қабышқа шүйілді. Сен ғой осы жұртты айнатып тұрған, бар, жолыңнан қалма. Саған апаң қаймақ қалқып қойған шығар жүдә. Әлтайдың тілі удай. Балалар көбінесе сонысынан тайсақтай беретін. Бұл сөзді бірақ Қабыш көңіліне аурала қоймады. Кетсек кетеміз, ал сен отыр солай омалып, деді жайбарақат. Сендерге қырсыққанда бар ма? Балық ұстамай кетпеймін. Кешкісін балық көп ілгеді қармаққа. Сонымен Әлекең жалғыз өзі жар басында жар бейған күйі қала берді. Біз апыл-ғұпыл жиналып, енді әне кеткелі жатқанымызда қимылсыз қалтқыны бағып отырды да қойды сабасын. Былай ұзай беріп, «Ей, жайын сүйретіп кетпесін өзіңді», деп мұхатты Қабыш оны. Әлтайды үн жоқ. Сәлден соң Әлекеңді тарс ұмыттық. Дабыр-дұбыр әңгімемен біраз жер ұтыпта үлгерген екенбіз. Күн тіпті ұясына отыруға айналды. Ал ауылдың қарасы әлі көрінер емес. Бір кезде артымыздан әлде кімнің ырс-ырс дем алғаны естілді. Қалың шөп арасынан бірдеңе қылтыңдайды. Қарасақ Әлтай, қара терге түсіпті өзі. Келген бетте сылқ етіп отыра кетті. Ойпырмай-ай, оны біз жалғыздан жалғыз айдалаға тастап кете бергеніміз бе? Сендер жаман жолдас екенсіңдер. Әлекең оны да бөліп әрең айтты. Шынында да рас қой енді. Өзің емес пе, бұта-бұт қылыңды бетке ұстап, соңымыздан қалыспай ердің де отырдың. Әй, қуай, Қабыштың да білмейтіні жердің астындау. Елеусіз ғана Әлекеңнің әрекетін бақылап отырыпты. Соны сезіп, Әлтай құлағына шен қызарып үндемей қалды. Ұялғаны екен. Ұзамай біз шалғыны жапырылмаған тепсеңге тігілген кигіз үй үстіне шыға келдік. Дала қосау, деді Мәткәрім. Пішеншілер тынығады дәуде болса, жанында жер құдық басында қауға шелегіне дейін төңкерулі тұр. Құдайымыз беріп, кезекпен қанғанымызша су ішіп бір жырғап қалдық. Жолым үйдің ішінен сыртынан шалмалап байлап, жіппен қаусырыпты. Оны ашып кіру де анау айтқандай қиынға түспеді. Керегенің жіңішке шабақтары арасынан қол еркін сияды екен. Үйге кіргеннен ақ қарнымыз шұрқырап, сыр беріп қойды. Тіске басарлық бірдеңе табылмас бекен деп тінткілеп, үй ішінің астан кестеңін шығардық. Дес бергенде жабық арасынан қыстырулы бірер табанан табыла кетті. Дастарханнан 10 шақты түйір қант та шықты. Күн ұзағына нәр сызбағанымыз бар. Мұның өзі жұмырымызға жұқта болып жарытпады. Бірақ ішімізге ел қонып қалды. Ал ауылға өрістен мал қайту үстінде табан іліктірдік. Қармақ бау, қап, қалбыр ау секілді көржер дүниеліктерімізді құм төбе астына жытырғанбыз. Сол күйі әр қайсымыз өз малымыздың соңынан еріп бердік. Ауылдағылардың бізді жерден көктен іздеп таппай дүрлігуі бекер болған екен. Біздің алдымыздан олар 4 көздері түгел шығып қарсы алысты. Ей, мыналардан түбі бірдеңе шығадай, күні бойы күнсіп, мал соңында жүріпті ғой, деп үлкендердің өзі шын риза болып қалды. Қой кезекке шықпай болмайды екен, балалардан обал.
Оқу жеп, көз майы таусылғаны аздай, енді қой қайыртып қойғанымыз ұятты. Күн ұзағына жолымызды тосып, алаң болған шешелеріміздің көңілі жайланып, маңдайымыздан емірене бір-бір иіскеді де қойды. Біз міне үйдеміз. Керсен толы қою айранды дем алмай сіміріп салып, оттан жаңа әзірде ғана шыққан ыссы табананды қарбыта асап жатырмыз. Қас қарайып, қой қораланған шақ. Білте шамның жарығы үйді әлсіз, өлеусі нұрына бөлеп тұр. Сырттағы оны-мұны шаруасын тындырып, үйге енді ғана кірген апам. «Барақжан», деп дауыстады. Әлгінде Құбағұлдың екі кішкене қаспақ мұрны Құдай тамаққа шақырып кеткен. Баратын ба едің? Жоқ, ұйқым келіп тұрғаны. Әй, сөйтсең, сөйте ғой ендеше. Апам кебісін тырып-тырып сүйретіп, үйден әудем жер ұзай бере-ақ біреу терезе қақты. Бұл кім десем Қабыш. Мені ымдап тысқа шақырып тұр. Ой, қорықпай кіре берсейші, үйде ешкім жоқ. Кірді. Қойнына қампайтып бірдеңе жасырыпты. Сонысына енді өзі де қысылғандай зорлана жымияды. Мынау не? Бұл нан? Нан деймін. Әлгінде біз дала қосында болдық қой. Тракторшылардың ертеңгі шайға деп сақтап қойған нан қантын түгел сыпырып сиырып соқтық келіп. Ал, сол біздікі жөн емес. Қазір барамыз да мынаны қойындағысын нұқып қойды. Орнына қоямыз. Шынында да қалай басымызға келмеген. Ұят аят дегенді жиыстырып былай қойған екенбіз жүдә. Мына Қабыш болмаса. Дала қосы қайда, біреу қайда, қалай жетеміз ей? Одан қам жеме, сыртта сары бесті қантарулы тұр. Қой, сары бестіге жүдектігі үшін бір мінуге ауылдағы әр бала құмар, бірақ соның реті келсе де. Шын айтам, деп сыбырлады ол. Әкемнен жасырып әкеттім өзін. Кеттік, дедім мен де қуанып кетіп. Бір табанан құтыға құйып айран алдым. Бұлай шыға көрдік. Жарты кештеніп ай туып келеді екен. Шабындықтан алуан түрлі шөптің иісі бұрқырай есті. Теріскейден лекіген салқын самал бесті айғырдың тынысын ашып жіберді ғой деймін. Қызылдың қырыны шыға бергенімізде ар қарай кісінеп берді. Оған әлде қай тұстан әлде бір ат шұрқырай үн қосты. Біз жермен жексен болып шөккен ескі үй орындары арасымен келеді екенбіз. Ойпырмай-ай, сондағы қорыққанымыз-ай, тап төбемізден қанаты су етіп түн құсы ұшып өтсе де шошынып ерге жапса түсеміз. Сары бестіні ес тұтамыз баяғы. Тіпті оның басын кері бұрып, құлыперен құйғытсақ па дегенбіз. Бірақ дала қосы тым жақын қалды ғой. Әне, трактор шамы тепсеңге тірелген кегіз үйдің төңірегін күндізгідей жарық етіп жіберіпті. Ат дүбірін естіп біреу тысқа шықты. Құдай-ау, қайып назар аға ғой мынау. Бұл кім ей? Маңдайына алақанын кесе көлеңдетіп, қараңғылыққа үңіліп жүр. Бізді жарыққа шыққанда ғана таныды. Ей, батырлар, шөп теңдеп қайтқалы келемісіңдер? Жоға, енді не? Әйда, асық ойнайық ендеше. Мынадай самала жарық астында бір қайтара түйе жамбас ойнап жібергенде де болатын ба еді. Бірақ біз асық ойнауға келгеніміз жоқ. Осы арада бар шындықты жасырмай жайып салуымызға тура келді. Қабыш қойнындағы түйіншекті алып былай қойды. Мұны көріп, Қайпекеңнің көзі шырадай жанды. Мұнда үйде бүтін түгілді. Шыбындыққа орақ салғанымызға 3-ші тәулік. Бұл өңірдің шыбындығы жапырылмаған әлі. Қызығып ора беріппін. Кешқұрымғы асқа бірақ отырмақ болғанмын. Аспаз әйел 2-3 табананды оққа қыстырып кетем деген. Қайтып келмес. Қайтып келгендегісі белгілі бізге. Жүзіміз ұяттан өртей алаулап, жердің тесігі болса кіріп кетуге шақ қалып отырмыз. Әй, бауырларым-ай, жақсы келдіңдер ғой. Айдалада аштан аш қалып, Қайынпекеңнің бірақ ойнына ештеңе кіріп шығар емес. Нанды бұрлақтата шайнай жүріп, шай қамдануға кірісті.
қолы істе болғанымен аузы сөзден босайтын емес. Қазір баптап тұрып шай ішеміз. Шіркін, далада ішкен ас қандай сіңімді десеңші. Аппетитің ашылады тіпті. Бүгін дежурный менімен бірге шөп күзетіне қаласыңдар ма? Біз бір-бірімізге қарадық. Қайпекең бірақ жауабымызды күтпей әңгімесін одан ары сабақтап кетті. Біз ештеме демедік, өйткені біздің тез арада кері қайтуымыз керек қой. Аздан соң Үркімбай қария сары бестіні көздеуге шығады. Құдайы тамақтан қайтқан бетте. Шақар шалдың ашуы тым қатты. Әрі түнгі сапарымыз құпия күйінде қалсын. Әлден уақытта мосы үстіндегі күйеліш шәугім бұрқылдап тасып төгілді. Шынында да жұлдызды түнді жамыла ен далада мың сан шек-шектің ғажап шырылы үніне құлақ түре отырып шай ішкен соншалықты әсерлі де болады екен. Сол түні ай да толық көрінеді. Ай 15-нен ақ толған екен. Бұл Қабыштың үйінен соңғы рет ұзап шығуы болды. Сол күннен бастап ақ үй іші өре түрегелісіп, Қабыштың аяғын қия бастыруды қойды. Аңдушысы көп. Өгей шешесі Бибі Орза да қит етсе ақ шырқан болып күндікке мұның ізін аңдиды да жүреді. Түнеукүнгі балыққа одан түнделетіп дала қосына баруымыз оған пәле болып жабысты. Қабыштың енді бізден ойнауға уақыты да жоқ. Ертелі кеш өмірі не бітіп, не қоймайтын қым-қуыт шаруаның соңында салпақтап жүреді де қояды. Күнге күйіп тарала түсіпті өзі. Енді қайтсын-ай. Үркімбай үйінің ат көпір тірлігі Қабышқа ғана қарап қалған екен. Таң білінер-білінбесте оянып алып, желіге құлын байлап жатамау. Бірер ірі қара мал мен 50 шақты уақ малға да қарайтын сол. Күрпілдетіп, күбі пісіп, май шайқап жатқанда көріп қалдық. Мұның бәрін Қабыш әрине өз ықтиярымен істемейді. Үй ішіндегілер істемесіне қоймайды. Осының бәріне ол құлықсыз араласады. Бибі апа болса, Қабыш келіп жаным тынды деп күн астына шығуды қойды. Менді қыз атап есімін сонша дабырайтқан Орзаның өзіне Қабыштың отырғаны опақ, тұрғаны сопақ көрінеді. Әнеу күні інім деп қолқа жүрегі қоса үзілердей болғаны бер жағы екен. Өгей шешесінің үйіріліп ықпалынан шықпайды. Не айтса да тақ тұрады. Сөйте де дастархан үстінде ошақ басында тіпті сиыр сауып жатып та қолынан әлде қандай кітапты тастамай шұқ-шия отырып жүретіні қызық. Өстіп күні бойы кітап оқиды. Қабышқа жасап жүрген әне бір қиянаты түсіндіксіздеу бірақ. Осы күні ауыл үйдің әңгімесі де Қабышқа көп ойса беретін болды. Қай-қайсысы да бейшара балаға обал деп есіркеп аяныш білдіріп жатқаны. Үлкендер айтатындай Қабыштың да ант атқыр тірліктің қамытынан босанып шығу пешенесіне бұйырмапты. Қай бір қылығы жақпай қалсақ, өгей шешесінің де тіпті Орзаның да тумай жатып шешесін жалмаған қужақ десіп мүйіздейтіні де бар. Қабыш не десін, өзіне босану кезінде о дүниелік болып кеткен анасының өліміне мен кінәл болғаным ба деп шынымен ақ пұшайман болып үнсіз егіледі. Әттең-ай, оның басына не қиындық түссе де бірге көтерсер едік. Алайда біз де жалаң аяқтарға оның үйінің әулісіне аяқ басудың өзі мұң. Биік әрі берік бетон қоршаумен қоршалған сол әуліде үй иелерінің не істеп не қойып жатқанын былайғы жұртта біле бермейді. Өгей шешесі бізді көрсе-ақ ешкі көзденіп шыға келеді. Ерегіссе тайыншадай итін айтақтатып қосып, қуудан да тайынбайды. Әрі беріден соң Қабыштың өзінің де сыралғы достарынан іргесін аулақ сала беретіні бізге де ұнай қоймайды. Командир деген. Оны айтсаң, мен деп мінгірлейді бір түрлі басыңғы үнмен. Командирлігі құрысын. Әкем сендермен ойнағанымды көрсе аяғымды қиям деген. Бірде
Айтақырдың шаңын аспанға шығарып, асық ойнап жатқанымызда қасымызға келіп, ойынға қосылмай сырттан құр қарап тұрды. Әлсін әлі үлкен адамдарша ауыр күрсініп қойды. Қабыш, келсеңші деп Жапа Тармағай ойынға үгіттеп, жігі жаппар боламыз ғой. Ол сонда да үндемейді. Ауыл жаққа белгісіз бір үреймен жалтақтап қарағыштай береме-ау. Ойынға қосылғысақ келетін секілді. Кел Қабыш. Аузымызды жиып алғанша болмады. Кенет көшенің арғы бетінен шаң-шұң дауыс естіліп, артынша Бибінің дембелше денесін жеңіл игеріп, тез-тез басып тұсымызға таяп қалғанын көрдік. Екі білегін түреніп, долдана жұлқынып, әлдене деп ашулы сөздер айтады. Әрі беріден соң бізді қорқытқан Бибі демес, оған есік пен төрдей қаракер ат үстіндегі қара сұр кісінің қапталдаса еріп келе жатқаны болды. Беймәлім бір түйсікпен Қабышқа бір тықырдың таянғанын сезе қойдық. Полундра. Сол-ақ тұс-тұсқа бытырай қаштық. Үркімбай бізді қайтсын. Қаракерді бас көзге төпелеп, Қабышқа қарай туралап ағызып жөнелді. Әне-міне таптап кетердей қаракерде мойнын барынша созып өңменде ұмтылды. Сары бесті мұның қасында айналайын ғой. Мына қыршаңғы тигірді иесіне алдыңғы үшін бекен. Үркімбай белі мықты деп көбінесе алыс жолға шыққанда мінетін еді. Сол құйттай балада баяғыдан өші бардай, орайы келсе қыршып тістегелі барын салып бастырмалатып жөнелді. Осында келгелі жалтақ, қос үрей, үр көпке болған сорлы бала ал дегенде Құдайға не жазып қойғанын өзі де шамалап үлгермеген. Десе де тез-ақ есін жиып, анадай жердегі топ шеңгелдің ішіне қойды да кетті. Құрметті тыңдарман, жалғасы бар.